алған түйіндіңізді жүрген жеріңізде айтып жүрсеңіздер, кішілерге, өзіңізден кішілерге ақыл беріп жүрсеңіздер, осындай отбасын сақтау, отбасындағы баланы деген бақытты етіп өсіру, барлығы осы ер азаматтардың қолында, сіздердің қолыңызда. Біз әйелдер сіздерге қараймыз. Қазіргі кезде әйелдердің рөлін жоғары көтеріп, ол дұрыс емес. Әйелдер деген бірінші ер азамат, ал ер азаматтың артынан еретін әйел, ақылын тыңдайтын, бірақ отбасында ошақты шайқалмайтындай, отын жағып отыратын, дүниеге ұрпақ әкелетін ол біз әйелдерміз. Сондықтан да деген әкелердің орны бөлек екенін мағынасын біз сіздерге білдіргіміз келеді. Тағы да қайталаймын, бүгінгі алған түйінімізді, бүгінгі алған деген бір азғантай болса да өзіңізге бір жақсы әңгімені жүрген жеріңізде, той садақаларда, кездескен жеріңізде, жұмысыңызда, отырғанда, әңгімелескенде жастарға айтып жүрсеңіздер, біз деген бірлікте әрқашанда ел боламыз. Себебі өсіріп жатқан балаларымыз біздің болашағымыз. Әке тек қана баласына бере алатын жақсы тәрбие дейді. Дүние болсын, алып берген нәрсеңіз болсын, оның барлығы өтекте кешеді. Ал бірақ тәрбие өмір бойы сол баланың мойнына сіңіп, сіздің ұрпағыңызды жалғастырады. Қазір әлеуметтік желілерде айтады, әке мейірімді болу керек, әке жұмсақ болу керек дейді. Енді мейірімді болған жақсы, жұмсақ болған жақсы, бірақ баланы бетімен жіберуге болмайды. Ол дым жұмсақтық баланы бетімен келеді, ертеңгі күні тағындыра алмай қаласың. Керек жерінде әкеге қаталдық та керек. Қазақ айтады, баласы тек көрмеген, иті кет көрмеген дейді. Бала тек болмайды деген нәрсені білу керек. Екінші, әке баланың қателіктеріне түсіністікпен қарау керек. Баланың қателік жасағаны ол үйреніп жатыр деген сөз бала өмірде. Психологтар айтады, адам дейді, жұмыртқаны қуыруды үйренгенде дейді, ол 2 рет күйдіріп алмай, үйрене алмайды дейді. Сонда балада бірнеше рет қателік жасайды, сөйтіп ол тәжірибе жинайды. Сонда баланың қателігіне біз түсіністікпен қарауымыз керек. Және қазір балалар деген кішкене қиындау ғой. Кейбір бала әдейі қателік жасауы мүмкін. Әдейі қисық жасауы мүмкін. Әке оны ажырата алады ғой. Енді ондай жағдайда ойлану керек. Баланың уақытымен ұйықтауына назар аударуымыз керек. Еркелетеміз деп түнімен телефон қаратқан негізі дұрыс емес. Оның дұрыс қанағаттануына, сосын көретін мультфильмдері, ойнайтын ойындары, оқитын кітаптарына назар аударуымыз керек. Біз осы мәселеге көп назар аудармаймыз. Бүгінгі кездегі әкелер действительно дивандағы әкелер. Ренжімеңіздер солай. Өйткені баланың тәрбиесіне араласпайды. Жалақын әкеліп беріп жатырмын, киімі түгел, тамағы тоқ, көйлегі көк, ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Баламен ешкім сөйлеспейді. Кейбіреуі де, кейбіреуі. Енді, менің алдыма айтып отырмын, 15 арасында 12-сі неке бұзу туралы болатын болса, соның бүгінгі таңда енді бір шамасы деп айтсам қателеспейтін болармын. Себебі бәрі әрине жақсы әкелер, бірақ өте аз. Бірақ барлығының бір ауыздан некені бұзсаңыз бұза беріңіз, балама көмектесіп тұрамын, материалдық тұрғыдан ешқандай кемшілік көрмейді, маған бәрібір дейтін жауапты ғана естимін. Мен 8 жыл судьямын, бірақ 8 жылдан бері бір жауап өзгерместен осылай келе жатыр. Бір 10 арыздың бір екеуі ғана балалары бар ғой, кішкене нетіңізші, уақыт беріңізші, балалардың интересін ескеріңізші дейтін болар. Бірақ басылауы мейлі, солай болуға келіп тұрма, солай ақ бола қойсын дейді. осының барлығын осындай алаңдарда айтпасақ, насихаттамасақ, кері кетіп баратқанымыз кері кеткен. Сондықтан сіздер де әрқайсыларыңыз заманауи ата-ана болу үшін, саналы ата-ана болу үшін жасы бар, жасамысы бар, кәрісі бар, қанша ғұмыр береді Құдай жаратқан, сонша ғұмыр бергенше осы бір тәрбие процесімен айналысып кетсе. Мемлекеттің ішіндегі шағын мемлекетіміз бар, соның идеологиясына дұрыс көзбен қарайық. Бір таңдауды қазір дұрыс жасайық, содан кейін артымыздан келетін мың тағдырдың түзелуіне әсер етейік. Отбасына мектеп сыныптың жетекшісі шақыратын адамдар. Сол енді как раз мен жаңағы осы 18 мектептің соны ата-аналар кеңесінің несінде мүшемін. Кейде бір жиналысқа шақырамыз ғой, сонда керек әйел жолдастар керек, қарындастарымыз керек, мына ер адамдар көп көрмейді. Менің айтарым, бұл үлкен бір мәселе. Қазір осы отанымызда, елімізде бұл мәселе көп қаралып жатыр. Баланы тәрбиелеп өсірмеңіз, ой тоқтамайды.
мынандай әңгіме айтса, әрбір әйел бағынады мынандай. Шәкизаттай күйеуге әрбір келіншек бағынады, тыңдайды. Себебі терең ойлап айтып отыр ғой ол деген. Жаны ашып біледі, дәлелдейді. Дұрыс па? Дұрыс па? Сосын мына айтады, Абай атам айтып кеткен екен, өзгермейтін адам болмайды, өзгергісі келмейтін адам бар деп. Бәрін өзгересіңдер. Өзгеріңдер, оқыңдар, тоқыңдар. Себебі мен өзімде 3 баланың анасымын, мен өзгерем, бірақ күйеуім өзгермейді. Ой, мен солай жаратқан, мен сондаймын дейді. Жоқ, өзгереді адам. Оқып, тоқып, бірге негізі жаны ашса. Жақсы көрмейсіңдер, жақсы көре алмайсыңдар. Себебі сіздер бала тумайсыңдар, таппайсыңдар. Әйел адам тікелей табиғатынан бала екеуі байланысты, сол үшін шырпыр болады. Әйелді 40 шырақтап жаратқан, еркек 1 шырақта. Әйел болмаса еркек күйреп кетеді. Соны мойындау керек те, әйелді бағу керек, әйелді аялау керек те, балаға қамқорлық жаңа өміріне араласу керек. Шешесі білет, шешесі жасайды деген әңгімені қою керек азаматтар сіздерге.